Мен бала кезімде бәрін түсінбейтінмін. Ағам екеуміз мектепке барып, ойын ойнап, күнделікті еш алаңсыз жүретінбіз. Бірақ біздің үй өзгешелеу еді. Әсіресе түн. Түн біз үшін ерекше уақыт болатын. Сол кездері үйге бөтен адамдар жиі келетін. Қараңғылық қоюланған шақта есік ақырын ғана қағылып, ересектердің күбірі басталатын. Бізге ұйықтап жатқандарың дұрыс деп ескерту айтылады. Бірақ бала көңіл бәрін сезеді ғой. Көбіне әке мен анамның түннің бір уағында сыртқа шығып кететін. Бірнеше ер адамдармен бірге шеберлікпен, еппен жылқы сойып жататын. Сол бір иісті ұмыту мүмкін емес. Қан мен сүрдің, жон терінің иісі. Біртүрлі сіңісті иіс. Таңға дейін жіліктеп, ескі сарайға кептіріп, сүр етке айналдырып қайта жинайтын. Біздің үйде көне, ашылып жабылатын темір кроват бар еді. Анам кепкен еттерді шыт матаға орап, сол кроваттың астына салып, үстін әдемілеп көрпемен жауып қояды. Үйімізде еттің иісі де сезілмейтін. Анам сондай епті еді. Кейде көрші балалар сендердің үйлерінен біртүрлі иіс шығады, еттің иісі сияқты десе, біз жалма-жан жоқ, бізде ештеңе жоқ деп айтуға мәжбүр боламыз. Анам қатаң ескертіп қойған. Үйде ет барын ешкімге айтпаңдар. Жылқы сойып жүргенімізді де айтпаңдар. Милиция естісе, әкең екеумізді алып кетеді деп қорқытатын. Біз қорықтық, бірақ не үшін екенін толық түсінбедік. Кейін өскенде ғана білдім. Ол мал ұрлығы еді. Сол бір түндер үнсіздік, күбір, шытқа оралған нет, көрпенің астына жасырылған шындық. Бұл мал ұрлығының жазасын заң бермесе де Алла еселеп тұрып берді. Ұрының отбасы деген сөзді бала кезде түсінбедік. Кішкентайымыздан тоқшылықтың не екенін білдік. Тоқшылық үйде әрдайым жайылған дастархан, көздің жауын алатын көліктер, ас үйден үзілмейтін еттің иісі. Итіміздің өзі ет жеп үйренген. Нан берсек, мұрнын шүйіріп жеп көрмейтін. Әкем біз үшін мейірімді еді. Бірақ сол мейірімнің тасасында басқа бір әлем жатқанын біз кейін түсіндік. Ол ұрлықпен айналысты. Қаншама адамның малын түнде әкетіп, таң ата базарға сатқанын енді ойласам, жүрегім сыздайды. Анам үндемейтін, үндемегені көнгені екен. Бізге ештеңе қажет болған жоқ. Киіміміз бүтін, қарнымыз тоқ, ойынымыз шексіз. Бақыт деген бәрі бар болу емес екен. Бақыт адал ас ішу, ешкімнің қарғысын алмау екен. Әкеміздің күнәсі бізге мұра болып жанымызды кірлеткендей. Жылдар өтті. Әкем қартайды, біз есейдік. Ағам ішімдікке өте құмар болды. Ауыр жұмыс жасамады. Еркелікпен өсті ғой. Мен де бойжеткен өте тәкеппар болдым. Ақылы оқу оқыдым. Байдың қыздарынан кем қылмай әкем өсірді. Маскүнем ағам қанша рет үйленді. Ешбір әйелі тұрақтамады. Қайдан тұрсын? Ішіп алып еш себепсіз әйелін ұрып соғатын сорлы болды. Одан қалса ауылдағы бір жерін сататындардың саудасын жүргізеді. Ақша бар талтаңдап жүреді. Әкемнің жиған тергенін солай құртып жүрген сорлы еркек болды. Мен оқу бітіріп тұрмысқа шықтым. Барған жерім бай отбасынан. Барлығы өз алдына көкірек. Менің де мінезім баршылық. Бір айдан соң бөлек шықтық. Бөлек шыққан соң күйеуім екеуміз түнгі сезімнің қызығына түсемін деп ойладым. Бірақ күйеуім нағыз ауру екен. Ол кәдімгідей романтикалық түн дегенді білмейді. Шегетін нәрсесін шегіп алып, мені аузыма салып қорлайды. Тамағым жыртылып кеткенше солай қинап, өңешім жарақаттанды. Есін жиғанда төбелестім. Ол мені өлтіремін деп әзер қашып құтылдым. Одан кейін екінші рет тағы күйеуге шықтым. Ол еркекпен де ұзақ тұрмадым. Бала көтеру мұң болды. Денсаулығым жақсы, бірақ балалы бола алмадым. Жасым 40-қа келгенше дені дұрыс еркек таппадым. Әр еркекпен жатқанға да үйреніп кетеді екенсің. Жақсы еркек кездестірген едім, бірақ мені түнде қанағаттандырмады. Сол үшін де онымен ажырасып тындым. Ағам екеуміз нәпсінің құлы болып жүргенде әкем ауырып дүниеден өтті.
Әкем 2 жыл бойы ауырып жатты. Ара-тұра барып тұрдым. Жұмыс жасайтынмын. Соны сылтау етіп ауылдан қайтуға асығамын. Өйткені қатыны мен 5 баласы бар еркекпен тығылып жүрген кезім еді. Ол еркек такси болды. Таксиге мінгенде мас едім. Ол қалжыңдап, мен де қалжыңдап, көкірегімді көрсетіп, істесең істе дегенде өзім шанс бердім. Содан мастығымды пайдаланып, көлігін тоқтатып, маған білгенін жасады. Сол күннен соң онымен басымыз қосылып, мен үшін отбасын тастады. Бірге менің үйімде ол еркек тұрды, бірақ ол қатын құмар болды. Кіммен болдың, кімге жасадың деп ақ ұрсып тындық. Содан қуып жібердім. Солай мен дұрыс отбасы құра алмадым. Арада жылдар өтті. Ағамның ішкілікке салынғаны соншалықты қыстың күні аязда далаға ұйықтап қалып үсіп өлді. Анам жалғыз қалды. Мен қалада тұрдым. Анамды қасыма алғым келді. Бірақ ол келіспей, қара шаңырақта жалғыз тұрып жатты. Ауылға келіп кетіп жүрдім. Бір күні келсем, есік ілулі тұр. Бір үйдің светі жанып тұр. Есікті қанша қақсам да ашпайды. Анам ауырып қалған шығар деп қорқып барамын. 10 минуттай қаққан соң есікті әзер ашты. Анамның жанары суланған, киімдерде біртүрлі киінген, асығып киінген адамға ұқсайды. Түсіне алмай жатқанда үстінде ешбір киімі жоқ. Бір жас бала суық қаруын алып келесі бөлмеден жүгіріп шықты. Шошып кеттім. Үніңді шығарма, өлтірем деп пышағын жалаңдатып, апа бұл кім деп қорқып тұрсам да сұрады. Анамда үн жоқ, тек жылап тұр. Әлгі оңбаған жүгермек жаныма келіп қолын сумаңдатып, шеш кәне, келген екенсің, бір жасап алайын деп мені мазақ еткендей. Жоғал сорлы деп айқайлап едім. Ол суық қаруын тәніме ауырта тығып жерді. Мен 2-ші рет айтпаймын деді. Байғұс анам жылап, айтқанын істеші деп жалынды. Әлгі есуас еркек анамның көзінше маған білгенін істеді. Қорланғаным-ай, өз ісін бітіріп, ешкім мұны білмесін, білсе екеуіңді де бауыздап кетемін деп қорқытты. Үнсіз келіскендей болдым. Ол есуас кеткен соң, анамыз екеуміз жылап алдық. Анам 70-ке таяп қалған. Әлгі есуас анамды қорқытыпты. Жасы небары 18 екен. Мен келгенде сол анамды 3-ші күн істеуі екен. Анамды алып алдым да участковыйға барып арыз жазып іс қозғадым. Ол сұмырайдың анам екеумізден де әлгі нәрсесі табылды. Дереу іс қозғалып, көп ұзамай 15 жылға сотталды. Ауылдағылар жағаларын ұстап, соңында ешкім сенбеді. Әлгі жігіттің әке-шешесі, сен байдан бай ауыстырған әйелсің, ұлымды азғырып өзің істедің. Ақша алғың келіп жала жауып соттаттырдың. Судья, бір жеріңді сатып, өз жағыңа сатып алғансың. Шешең сенің ұры болған. Қартайса да көзі ақшаға тоймай, жас баланың өмірін құрттыңдар деп қарғыс айтты. Өз баласының қаншалықты жаман адам екенін білмейтін, сорлы әке-шеше екенін айтсам да, туыстарым бізге сенбеді. Тіпті үйге келген туыстар, сендердікі дұрыс болмады, жас баланың өмірін құрттыңдар деп ұрыс керіс болған. Ал мен қорланған қағаздарды көрсетсем де, өзің ол жігітпен болған шығарсың деп кінәні маған арта берді. Ауылдан көшіп кеттік. Үйімізді ешкім алмады. Сатылымға шыққалы қанша жыл болды. Әлі күнге дейін ол үй сатылмады. Ал анам байқұс өмірінің соңына дейін Алладан кешірім сұраумен болды. Кезіндегі ұрлығы үшін өте ауыр азаппен жаны тыныш таппай өмірден түңіліп өтті. Мен жалғыз қалдым. Күнәмді өтеу үшін балалар үйінен бала асырап алдым. Қызым қазір бойжеткен. Барынша жақсы тәрбие беруге тырысып жүрмін.